Сәлем достар, сіздермен бір кинезитолка арнасы. Бүгінгі видео бізде мектептегі махаббаттың 5-ші бөлімі, яғни соңғы бөлімі болады. Сіздерге осы сериал ұнап жатқанына сенімдімін. Кішкене бұл видео, яғни ұзақ болмайды, соңғы сериясы. Сондықтан обязательно тіркеліп, лайктарыңызды басуды ұмытпайық. Олар кеште батыпты. Ешқандай түсінікті болса, үйлеріңе кете беріңдер. Түсінікті ме? Иә, түсінікті. Жақсы сау болыңыз. Жүр кетті, Кәусар, Меруерт, жүріңдер, үйге бірге қайта. Иә, кеттік, үйге қайта. Иә, дұрыс айтасың. Қане кетейік енді. Ой, сәлеметсіз бе, әжей, қалайсыз? Әжей несі? Директормын ғой мен. Не ой сөйлеп жатырсыңдар? Маған? Ой, құрбыларымның аттан кешірім сұраймын. Әже, енді сіз менің, яғни біздің үйге барасыз ба? Иә, біздің үйге барадым. Көптен бері келмей кетті ғой біздің үйге. Не? Шынымен де келеме? Ол қандай жақсы болды. Әжемнің шайын сағындым. Жарайды, онда сіздер қайта беріңіздер, біз кім екеуміз қайта береміз. Ақырқ екеуміз. Жарайды, сау болыңдар. Жолдарың болсын. Рахмет, кеттік. Директор, қалыңыз қалай? Жақсы. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен жұмыссың ба? Жай жүргенмін. Сурет үйірмесінен келе жатқанмын. Сенің Кәусарды көріп қалып, содан келгенмін ғой. Саған өзі қанша рет ескертуге болады. Менің құрындасымнан аулақ жүр деп. Бала, болды. Қой, олай айтпа енді. Үйге барып, ол проблеманы шешеміз. Қандай проблема? Не понимаю. Түсінбе. Одан тезірек кетейікші бұл мектептен. Жарайды, жүріңдер. Онда жақсы. Жолдарыңыз болсын. Ал сенің жолың болмасын. Балам, аға енді қойсаңшы, ұят болды ғой. Ұят бола берсін, мен үшін ұят нәрсе емес. Бұл адам, бұл жігіт. Жарайды, кеттік деді. Иә, дұрыс айтасың. Бай! Ата-аналарың қайда? Ой, олар жұмыста, олар бүгін кеш түсетін шығар, сондықтан қазір мен жасаймын тамақ. Не, сен жасайсың ба? Жоқ, мен өз немелеріме өзімнің дәмді тамағымды жасап берем. Шон ба? Әрине, жүріңдер күнге кірейік. Қазір мен цветтерді жағайын онда. Жүріңіз. О, жақсы болды ғой. Әжемнің де тамақтарын саңған едім. Иә, дұрыс айтасыз аға. Қазірді сағындым ше. Қане киімімізді ауыстырайық. Иә. Так. Мана кие бермейші. Миллион рет киіп шаршап кетті. Так. Қалай аға, жарасып тұр ма? Иә, жарасып тұр ғой. Бар киіміңізді ше, саған жараса береді. Рахмет аға. Так, жарайды, мен барып әжеме көмектесейін. Иә, сен көмектесе бер барып. Әже, біз қазір қандай тамақ жасаймыз? Әрине, не жасаймыз? Айтайын ба? Иә, айтыңызшы тезірек. Ой, лағман жасаймыз, дереу лағман. Не? Шын айтып тұрсыз ба? Менің жақсы көретін тамағым ғой ол. Қайдан білесіз? Ой, білемін. Ой, ағамда бір несін жемеген бе? Не ол? Ой, жұмыртқа ғой. Жей салайын енді. Так, жарайды, мен өзім жасай беремін. Сен барып, үй жинайсың ба, или бөлмеңде отырасың ба, или сабағыңды оқып барасың. Мен өзім жасым керек болады. Сен өзің жасай алмайсың.
жоқ, әйтпесе ағамды білем мен. Ағамды білемін ғой. Бәрібір ұрсып әжемізге көмектеспесең ренжіп қалады деп маған ұрсып береді. Ағаңа өзім түсіндіріп айтамын. Рахмет, сіз әжем болғанына мен өте бақыттымын ше. Жанымсың. Кеттім онда. Чота балалар келген сияқты ғой. Иә. Ененің дауысы шығып жатыр ғой. Иә, дұрыс айтты. Чота мама келген сияқты. Иә, дұрыс айтасың. Кестіген үйге кірейік. Иә. Мама, қалайсыз? Жақсы, шүкір, келіп қалдық енді. Немелерім өтінген соң біздің үйге келіңізші, келмей кеттіңіз деп. Иә, дұрыс айтасыз, біз де сені сағындық кеттік қой. Иә, дұрыс болды келгеніңіз. Бір апта жататын шығарсыз иә біздің үйде? Ой, бір апта емес. Ой, бір жыл жатамын ғой. Уже мен картидім, уже керемет бір жаңалықтарым бар сендерге. Киімдеріңді бар ауыстырып келіңдер. Жарайды, қандай жаңалық екен? Соны айтам. Тезірек айтыңызшы енді бұл қандай жаңалық? Бір айтайын енді. Мен енді пенсияға шықтым, уже қартайдым. Енді мен сендермен бірге тұрамын. Енді мен директор болмаймын, яғни мен мектеп директоры емеспін бұдан былай. Енді мен зейнетақы кемпір боламын. Енді ана сіздің орныңызда кім директор болады? Соны айтсаңызшы, қызықты айтпай. Ой, қызықтың көкесін айтыңызшы. Ой, енді менің орныма менің немерем Қайрат болады. Не? Серьезно айтып тұрсыз ба? Соны айтам. Иә, әжем маған зор сенім ақтап отыр. Жұмысымен таныстырды дегендей. Жаңағы екен. Иә, бізге айтпай шешіп қойыпсыздар ғой. Күтпеген жерден жаңалықтар болып жатыр. Иә, енді сендермен бірге болатын ма, сендеріне қуанбайсыздар ма не? Яғни қарттар үйіне өткізіп жүрсіңіз? Ой, қайындағын айтпаңызшы сізде. Біз сізді жібермейміз, мама, біз сізді жақсы көреміз ғой. Қайдағы жүзерген? Бәсе, сөйтіп менің көңіл-күйімді көтерсеңдер. Ал енді менің тағы да бір жаңалығым бар. Айта ғой балам. Қандай жаңалық екен ол? Қызық болып жатыр. Жаңалықтың үстіне жаңалық болғаны мен үшін қызық. Мен өз қарындасымды жұмысқа тұрғыздым. Ол әлі жұмыс істей алмайды да ғой. Мектеп оқушысы қалай жасайды ол? Ой, уайымдамаңыз. Ана жұмыс істейтін кісімен сөйлестім, ол кісі үйретем дейді бағасы. Енді айлығы 50 мың, үйреніп кетіп жатса, оның сайын айлығы жоғарылай береді деді. Жақсы болған екен. Енді қазір ол майнер деген неде жасайды. Бір үлкен, бір мега сияқты ғой. Сол жерден киімдерді көрсетіп тұрады. Сондай ше, сондай жұмыс. Күшті жұмыс екен онда. Бала мен әздей тағы да. Оған тағы жаңалық емес. Менің қарындасым Кәусар бір жігітпен жүріп жүр. Не, ол шындама жігітпен жүрген несі? Соны айтам, и вообще тыңдамайды ол қыз. Енді соны ақылдасақ те... Нені ақылдасамыз? Ол әлі мектеп бітіргенде жоқ. Мектеп оқушысы деген тәрізді ғой. Енді мен білмеймін. Ол не жақсы көрем екен ол баланы? Білмейміз. Оны тергеудің қажеті жоқ, балам.
Қайрат балам, сен оған ашуланудың қажеті жоқ. Егер бір-бірін жақсы көріп жатса, онда не істейміз? Бәрі-бірде енді берейік деген сияқты ғой. Ол баланың аты кім екен? Ой, ол баланы білемін. Ол жақсы бала, сондай ше. Аты Дамир. Ана жол көріп қалғанмын. Кәусара қырындап, сөйлесіп, дос болып жүр екен. Сабақты өзі жақсы оқитын. Сондай бала ма? Иә, сабақты жақсы оқиды. Тіпті өзінің андай не компаниясы бар ғой. Қандай компания десем екен? Короче, бизнесмен ғой. Күшті ғой. Бизнесмен болса. Қызым күшті екен онда ол бала. Маған ұнап жатыр ол бала. Иә. Жарайды, өздерің ақылдаса беріңдер. Мен демаламын. Бүгін жамандай қатты жұмыс жасап шаршап отырмын. Ұйықтаймын. Жарайды. Онда біз құдалыққа дайындалайық. Дамир деген баланың ата-анасымен сөйлесіп, құда түсіп келсін бізге. Болды ғой? Мен онда кеттім. Ана жұмысқа барсын, мен соны қадағалайын барып. Жарайды, онда мен кеттім. Иә, сен бар қарындасыңа мен қайырлы түн. Не істеп отырмын? Отырмын ғой, подружкаларыма сөйлесіп, видеозвонокпен. Сені мен жұмысқа тұрғыздым. Не? Қандай жұмыс? Сен андай майл бар ғой, иә? Сода сен ана киім магазин бар ғой, сол жерге сен жұмысқа тұрғыздым, айлығы 50 мың. Егер сен күшті жасап кетсең бар ғой, айлығың жоғарылай береді, еще өзіңде жұмыс жасаң келіп жүрді ғой. Иә, ол жақсы болды ғой, кеттіңіз мен ада қалам ба? Иә, соған енді любой киім киемін ба? Иә, любой киім кие бер. Жарайды онда. Так, қандай киім киесің, көрсет маған. Білмеймін, қазір көрем. Ойланып. Ағамыз, неге сен киіміңді жүр вообще? Так, вообще нету. Так, пижама, менде осындай әдемі көйлек нету. Короче, осыны кие саламын мен. Кім қарайды дейсіз маған? Так, болды. Почти мен дайын екенмін. Так, болды. Ал жолың болсын. Рахмет аға, кеттім мен ендеше. Сіз жолың болсын, рахмет. Қайырлы түн. Сәлеметсіз бе? Менің ағам күндіз осы жерге келіп, мені жұмысқа тұрғызып, мен қандай жұмыс жасаймын, көрсетіп жіберсеңіз. Иә, сіздің ағаңыз келіп кеткен. Менің атым Лимара болады. Күшті есім екен, менің атым Кәусар. Сізбен танысқаныма өте қатты қуаныштымын. Менде, еді сіз мұн жерде киімдерді көрсетіп тұрасыз, яғни мұн жерде білетін шығарсыз, киімдерді көрсетіп, бағын көрсетіп тұрасыз. Түсіндім, болды ғой, мұна саттыға мінем, иә? Иә. Мен кәсірші болып тұрамын мұн жерде. Онда жақсы екен ғой. Мен онда кеттім, осы жерде тұрайын. Иә. Сәлеметсіз, біздің киім магазинімізге қош келдіңіз. Рахмет. Мұн киімдерді көрсетесіз. Ба? Дамир? Кәусар? Мұнда не істейсің? Мен осы жерге жұмысқа тұрдым, мен осы жерге жұмыс жасаймын. Ба? Сізді көргеніне өте қатты қуаныштымын. Менде. Маған киімдерді көрсете аласың ба? Қазір қандай киімді көрсетейін? Маған құдалыққа киім керек. Қандай құдалық? Саған құда көреміз. Мені қуасың ба? Шын. Так, жарайды. Саған қазір киімдерді көрсетемін. Бір маған неудобно болып жатыр. Қайсы? Мына киімді киіп көрші қазір. Мына киімді киіп көр. Рахмет, киіп көремін. Жарасып тұр. Күшті жарасып тұр. Тазы красавчик болдың ғой. Негізі ше,
Костюміңді негізі өзіне қиып қойғандай жарасады, бір ғана кішкене өзгеше ма? Сен маған киесің ба? Маған ұқсас не ғой? Ойбай, сен тура адамдай болыпсың ғой. Андай ше романтик емес, андай ше цирктегі күлкілі нәрселер көрсететін адам болыпсың ғой, сиқыр көрсететін. Не? Кім маған жараспай ма? Онда киме қояйын. Егер маған жараспаса. Ой, жарасып тұр. Тұрықта ше күлкілі болып тұрасың. Киме қалды. Өзің киім қарамайсың ба? Мен киім қараймын. Біздің шатыр әдемі киімдер бар. Мамықты қой. Жарайды, дайын болсаң болды ғой. Жарайды, онда мен осыны сатып аламын. Мақұл, өзің біл. Бағасы қанша? Так, бағасы 1500 бақ қой. Енді бұл матадағы киімдер ғой. Мен ойлансай. Мақұл. Міне, өшкен есептеп беріңізші. Так, бұның бағасы 1500 теңге. Так, пакетке салып берейін, е? Так. Ой, точки. Рахмет. Оқасы жоқ. Әдемі киімдер киіп алдық. Ой, қызым, қазір біздің құдалар келеді. Яғни бізге құда түсіп келеді. Не? Бәсе, кеше Дамирді көрдім магазиннен. Ол құдалыққа арнап костюм өзі берді. Не? Шын ба? Иә. Сонда олма құда түсіп келе ме? Иә, қызым, біз сондай шешімге келдік. Кеше біз онсыз сол мәселені біз шешіп отқанбыз. Сөйтіп, сені ұзатамыз деп шештік. Не, сіздер сонда мені қиясыздар ма? Басқа отбасыға мен сіздер үшін барын жасауға тырыстым, бірақ мен тұрмысқа шықпаймын. Шығасың, қызым. Иә, мен ашуландым, бірақ бәрібір қарындасымды қимаймын. Бірақ сен де өз орныңды тауып керексің. Қарындасым менің, Кәусар. Жарайды. Онда құда түсіп келсе келе берсін. Алға уайымдамаңыз. Сіз, иә, қарындасың дұрыс айтады. Уайымдама, алаңдамай, бәрібір құда түсіп барам. Онсыз үйіне келдік. Иә, келдік қой. Енді есікті тарсылдатайық. Жарайды, кіре берейік өзіміз. Ашпайтын түрі бар ғой мыналар. Жарайды, құдалар. Біз сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Мен Кәусар деген қызымның анасы боламын. Яғни, бұл менің жалғызым, яғни менің жалғыз қызым. Сіздерге аманат етіп тастаймын. Енді күйеу бала енді маған уәде берсе екен. Қынымды ұрмай, соқпай, аялап өтемін деп уәде берсе екен. Себебі кішкене сенімсіздігім бар еді. Құрметті менің енем, сізге, яғни өзімнің жан жарым, яғни Кәусарды, сіздің жалғыз қызыңызды аялап өтуге, бақытты етуге және ұрып соқпаймын деп уәде беремін. Бақытты болыңдар. Бақытты бол, балам. Қосаң ақпың енді аманат етіп ұста. Енді бірге қартаюларыңды тілеймін. Сендерге бар жақсылықты тілейміз. Бар болыңдар. Аман есен болыңдар. Енді орталарыңда сәби күтеміз және немере әже болуды тілеймін. Біз де құдағи, біз де сіздермен танысқанымызға және біз құдалығымыз енді 1000 жылдық болуын тілеймін. Әумин құдағи. Үлкен құдағимен де танысып отырмыз. Сіз еріктір едіңіз ғой.
мен мектептің директоры болғанмын. Енді мына ағасы Қайрат өзінің қарындасын қимай жылап тұр. Жылап тұр. Енді сондайы бар енді Қайраттың. Ал енді қызым, бақытты бол, біз сені жақсы көреміз. Мен де сіздерді жақсы көремін. Мен сіздерді ешқашан ұмытпаймын. Рахмет сіздерге, мені аялап өсіргендеріңізге.